Ердің қадірін асыратын кім? Заманында бір елдің дәулетіне дәулеті, әулетіне әулеті, сәулетіне сәулеті сай, бақталас ерден елеукен деген екі би өтіпті. Шаршы топта сөз алғанда алдына жан салмайтын ерлердің абыройы ел ішінде адам айтса нанғысыз екен. Бірде ерден бидің елі жаз жайлауға үдіре көшіпті. Ақшаңқай үй, ақ отаулары 90 түйеге жүк болыпты. Үргеніштен бет алған керуендей қыстаудың маңындағы қырдан аса бергенде, 40 жігітімен елеукен би көшіп бара жатқан ерден бидің елінің үстінен сау етіп түсе қалады. Қысыл таяң шақта қымсынып қалған ерден би сасыңқырап қалады. Сонда Айкүміс бәйбішесі 12 қанат ақ отауын артқан нарды шөгіріп жіберіп, қалың жиденің көлеңкесіне 2 керегесін іргелік қылып, үстіне қалың кілемін жабады. Астарына түсті текеметін төсеп, үстіне плюштен құраған құрақ көрпешесін салады. Би жантайып жатсын деп құс жастығын береді. Қонақтар жайғасып отырам дегенше, бұлақтың суына қайнаған 2 иығымен дем алып, қоз жез самауырын келеді. Дастарханың үстіне бара бәйбіше құстың сүтінен басқаның бәрін қояды. Қойдың біріне сақталған сармай, табадан түскен ыстық нан, жен, таудың қиыршық тасындай шақпақ қант, шекер қосылған талқанмен бірге тары қосылған шайды кәрлен кесеге құйып, буын бұрқыратып бергенде, таңғы шай қысып келе жатқан қонақтардың шекелері шылқып қоя береді. Шай ішіп бола бере, қайнаған қазаннан құлынның етін түсіреді. Балбырап піскен жас еттің артынан қысырақтың қымызы келеді. Ауыз ашып болғанша көз ілестірмейтін жылдамдықпен асын беріп, қонақтардың көңілінен шығып жатқан Айкүміс бәйбішенің абыройы елеукен бидің алдында сәт санап өсе береді. Ерден бидің бәйбішесіне ырза болғаны сондай, ас ішіліп болғасын елеукен би бара бәйбішеге ұзақ батасын береді. Көштерін көлікті болсын деп аузы дуалы би Айкүміс бәйбішенің дастарханынан ырза болып аттанады. Былай шыға бере би қасындағы жігіттеріне: осы елдің ішінде кімнің абыройы биік? Менікі ме, әлде ердендікі ме дейді дым білмегендей болып. Әрине сіздікі деп атқосшылары жамырай жөнелгенде: әй жігіттер, әділ болыңдар деген бидің дауысы қатқылдау шығады. Айкүмістің асын ішіп, ерденнің төсегін тілмеңдер. Мен көштің үстінен Айкүмісті сынайын деп әдейі түстім. Жұрт айтса айтқандай екен, Айкүміс атына затсай текті қатын екен. Ерденнің өлген жері осы ғой дебем, Айкүміс бәйбіше байының жымында білдірмеді. Азаматтың айыбын жасыратын дастарханы ғой, жеген ауыз ұялар деген ерденнен кемшілік таба алмай келе жатырмын. Әуел бастан жігіттің атын шығаратын 3 дүние бар. Ол астындағы аты, қойнындағы қатыны, жайған дастарханы. Ерден бидің осы 3 дүниесі де түгел екен. Соған көзім жетті. Мен ерденнен емес, ерден менен биік екен. Мен бүгін соны білдім. Себебі оның айыбын жасырып, абыройын асыратын Айкүмістей бәйбішесі бар. Ал ондай жатыры асыл Айкүмістей қатын менде жоқ. Менің ерденнен аласа тұсым осы. Қонақ қыдырып жүреді, қызыр артынан шұбырып жүреді деген, бақ қараса қызыр дариды. Ерденге неге бақ қарат десем, Айкүміс бәйбішесінің дастарханның арқасында қызыр дарған екен ғой. Оны мойындау керек. Досың адал, дұшпаның мәрт болсын деген қазақ. Мәрттігімді танытпасам, адамдығым қайда деп елеукен би әңгімесін әрі жалғайды. Оу жігіттер, елдің иесі болам десеңдер, сөздің киесі қонсын десеңдер, істің жүйесін білем десеңдер, жар таңдаудан қателеспеңдер. Алғаның жақсы болса, иманың мен жиғаныңның тұрағы, жаныңнан аққан жүрегіңнің кәусар бұлақ емес пе деген. Ондай жарды тапсаңдар, қатының мен дос бол, үйіңе береке кіреді. Білімді мен дос бол, сасқанда ақыл береді. Азаматпен дос бол, қадіріңді білет деген емес пе атам қазақ. Отбасыңнан береке арылмасын десеңдер, алған асыл жарларыңмен тату, дос болыңдар ағайын деп елеукен би сөзін аяқтапты. Бүгінгі әр қазақтың қызы сол баяғы Айкүміс бәйбішенің сіңілісі емес пе? Әйелдің жақсысы қосылған жарының есіктегі басын төрге сүйреп, хандай күтіп, өзі ханшайым болады.
Жаман қатын ерін жүндей тұтып, төрдегі басын есікке сүйреп өзі күндей күңіреніп өтеді. Әр қазақтың жігітінің бойындағы қасиетін ашып, қадірін асыратын қазақтың текті қыздары көп болсын. Айгүмістің сіңлілері, сендер аман болыңдар. Елдің де, ердің де құты сендерсіңдер. Бір қолдарыңмен бесік тербесеңдер, енді бір қолдарыңмен әлемді тербеп жатқандарыңды ұмытпаңдар, Айгүмістей арулар. Мақсат Ысқақов. Оқыған Қуат Ахметжан.